вещи можете озвучивать в комментариях. Наурыз көже дайындап жатырмыз, бұл деген тамаша келіндер қызметте. Я, келіндер қызметте. Абысында тартылса, ас көп деген. Қандай тамаша бүгін мерекеде, бірліктің белгісі. Қандай тамаша. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ya Allah oğlasın, hiç yamanlık olmasın. Her vaktar jelib koldasın. Ot basına bereke, ağayınға auzurçılık, elimizge bir mamlakan zamanı ornasın. Allah ardayım otbasımızda kuvanç көп olsun, oyun kaygı жоқ olsun. Batamen açılıp atkan bugünkü toyumuz kutlu olsun. Her bir şağıraqqa kelip kirgen жаңа жылымыз құт, береке, бақыт, байлық денсаулық алып келе берсін. Әрдайым жүзіміз жарқын, айдан аман, жылдан есен, төрт көзіміз түгел, ылғи жақсылықта, тойда, қуанышта жүздесуді Алла нәсіп етсін. Той қыласын. Аумин, Аллаху акбар. Құрметті ағайындар, мына жігіттердің бәрі шығарған екен. Енді осы жігіттердің барып қайтқан қадамдары құтты болсын деп бата берейін. Мені барып деп есептеңдер. Үй іші ауыл аймақ аман болсын, баршамызға тыныштық заман болсын. Келіп кірген жаңа жылымыз әрбір шаңыраққа бір жақсылық алып келе берсін. Алла әрдайым осы жақсылық әрбір шаңырақта бола берсін. Жаңғы саластарында тағы бір айтып тұрмын. Я Алла, жақсылықтың әрбір осы шаңыраққа кіріп келгенге ілесіп кірген жақсылық төрге қарай беттесін. Сол беттеген жақсылық еш уақытта кетпесін. Я Алла, өмір бер, жақсылықтың төрін бер, көк аспанның көгін бер, Алатаудың сәнін бер. Осы отырған жандарға тілегімнің бәрін бер, ағайын, туыс, бауырға сұрағанның бәрін бер. Осы келіп кірген жаңа жыл әрбір шаңырақта құт, береке, бақыт, байлық алып келсін. Мына күні бойы өздерін көрсетіп алған жігіттердің бәрі ұтысқа ие болсын. Әумин Аллах. Осы үлесімді әрі жалғасы, әлдерін армағай алып кететін болсын. Ағайындар, тойда жолымай, жақсылықта жолымай, қуанышымыз ордап болсын. Бәрекеті қошеметтеп қойыңыздар. Ал мінеге ағамның қолынан 3 том кітап мінеге керемет Ибрагим ағамыздың құрметі. Жігіттер көмірлетіп мінеге жақсы ниетімізбен Ибрагим ағамызға тартып етейік. Қабыл алыңыздар. Ассалаумағалейкум, алтыннан ардақты, күмістен салмақты, бүгінгі мына тойға жиналған тойшыл қауым. Құрметті бес ағыс тұяқты ағайын бауырлардың жақсылары мен жайсаңдары, азамат бауырларым, ағаларым, інілерім, жеңгелерім, келіндерім, қарындас апаларым, амансыздар ма? Жағдайларыңыз жақсы, бала шағаларыңыз, отбасыларыңыз барлығы аман есен ма? Мынау мереке сарғын сұлу өмірінен 5 күн жалған тіршіліктің күйбең тірлігімен мінекей сарыарқаның төріне келіп жайғасып жатқан барша осындағы бес ағыс тұяқты ағайындар, қадамдарыңыз құтты болсын. Мынау істеп жатқан тірліктеріңіз берекелі, нық болсын демекпін. Осы жақта мінекей өркендеп қанат жайып жатқан қаншама ағайын бар, сіздерге алғысым шексіз. Мынау сырдың сұлу өңіріндегі сырдың азаматтарын, сырдың апа жеңгелеріміздің, келіндеріміздің, қарындастарымыздың, ағаларымыздың, көкелеріміздің сәлемдемесін алып келіп жатырмын, құрметті ағайын. Мынау енді қазақта айтады, өздеріңіз білесіздер, тарих пен тағылымды егіз көрем, пайғамбардың баршасы еміз деген дейді. Сол сияқты мінекей кішкене ғана сіздер мені тыңдайтын болсаңыздар, тарихқа шамалы шолу жасап өтейік.
Бұл бесарыс тұяқты іріткен бірлігі қалай құралды? Отыра берсіңіздер, тұрма. Қасыма қойып қойсаңызшы жеңшемді. Осыған жеңшем шамып беріп отырып, негізі мен жаңағы қазақ өздеріңіз білесіздер, маған бекем микрофон бердіңіздер. Арқалы қазақтың баласы едім. Сол сияқты мына. Бірақ енді құрметті ағайын, біздің мынау жаңағы Қыпшақ бабамыздан тараған, бес арыс тұяқты бабамыздан тараған осы жерде қаншама ағайын отырсыздар. Арқадан көшкен кезде 12 аталық сырдың бойына қоныс тепкен болатын. Қыпшақ ағайындардың ішінде 12 аталығы. Бірақ сол 12 аталықтың ішінде бір аталығы біз бес арыс тұяқты бауырларымыз. Енді өздеріңіз білесіздер, одан бері қаншама батырлар өтті, билер өтті, қым қиғаш заман болды. Аударыспақ, төңкеріспек заман қаншама қазағымның басынан нелер келіп не кетпеді. Содан енді бергі кезге келген кезде менің айтайын дегенім 1998 жылы мына Шымкентте генерал ағамыз бар тұғын. Қалменов Құлахмет деген ағамыз бар тұғын. Мінекей осы жерде ұрпақтары естіп тұр ма, бар ма, ағайын туыстар бар ма өздері біледі. Мінекей осында төрде отырған үлкен ақсақал көкелеріміз бар. Анау жоғарыда отырған үлкен жеңгелеріміз бар, апаларымыз солар сол кісілер жақсы біледі. Сол кісінің бастамасымен 98 жылы Шиелі ауданында Жиделі елді мекенінде үлкен ас береді ағамыз. Оның кейінгі жас ұрпақ білгені жақсы. Өйткені себебі неге? Тарихты біз кейінгі ұрпаққа насихаттап жүруіміз керек. Сол ағамыздың айтуыменен, сол жиынменен сонада прошама ағайын әкелеріміз, көкелеріміз, ағаларымыз бас қосып, сол жерде мінекей бес арыс тұяқтының шежіресін жазайық деген осындай ұсыныс тасталған құрметті ағайын. Мінекей бұның бастау алған себебі осы жерден басталды. Бұны енді өздеріңіз білесіздер, 2000 жылы Құлшабек Амангелді ағамыз осының бәрін жинақтап жазып, бір жаятын жарайды деп аңыз Майын ішкенбіз ғой. Бұны теппегенімізге неше жыл болды, Құдай-ау, қазір 6 жыл болғанша. көріңіз енді. Енді мен жас кезінде жастарды көрдіңіз ғой, біреу зоңғы деп отыр ма? Ал кеттік. Отен ғой. Екеу. жалындап тұрған отен. Шамына Қол қанат қабарып. От болып
Sayısarma. Alkış kulak versin. 1, 2, 3, kettik. Sabit tanımda sırayı sıramayın. İlgi varsa tam bir de sabit al. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 26, 27, 28, 29. Böyle bakın konusu olur. Önümüzde 30, 31, 32, 38. Böyle bakın bakalım. Nasılsınız? 33. Kalitede. Rahmet. Yeter 33 kere rahmet. Artık böyle gidiyor. Sakın bastan sonra. Nasıl sağladınız? Rahmet hocam. Kaybolunuz mutlu sonra. Yine bugün sağladınız son oldu var. Al getir bastan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tamam,